Ал соңғы жаңалықтар осы. 2 күн бойы ровд-да жүрдік. Қазір ровд-дан келіп жатырмыз. Рилс салдым. Рилста естігендей 24 миллион теңгеге қаталып жатырмын. Адам сияқты жұмыс жасап, ақша тауып, байып кетпесең де бір кішкене орташа жағдайда өмір сүрейін десең, осылай сенің деген жолыңды кесіп, сені қадайды. Мен сияқты дофига адам қадалып жатыр. Бұл авто сферасында бұл бірінші күн болып жатқан жоқ. Бұған дейін де талай случайлар болған, бұдан кейін де талай болып жатыр. Бірақ менде сұрақ, адамдар неге нормально жұмыс жасап, сол пайдаларында тауып көріп жүре бермейсіңдер? Жарайды 100 мың, 200 мың, 500 мың теңге тап, бірақ адалынан тауып, жарайды өзің машина алып кел, сат, пайдасын көр, ары бер жұмыс жаса. Неге алып адамдарды осылай лақтырып, қадап, байып кеткеннен соң бір пайда көрем, бір рахатын алам деп ойлайсыңдар ма? Одан кейін ең маңызды сұрақтардың бірі осы: 24 миллион қайдан бар? Менің қазір жасым 30-ға келді. 30-ға кейін бүткіл жерде жұмыс жасап келе жатырмыз ғой, бар ғой. Мен инстаграмда вообще реклама жасамаймын. Жасасам да 3-4 айда бір реклама саламын, чисто брендтарды. А былай реклама салмаймын. Менің инстаграмда өмірімнің 10%-ын ғана көресіңдер. Біз базарды да аралап жүрміз, анда да, мында да бүткіл жұмыс жасап жүрміз. Оны көрсетпейміз просто инстаграмда. И одан кейін кредит та бар. Кредитті алып, сөйтіп оборотқа салып, кішкене жұмыс жасайық, ақша табайық, ары қарай өсейік дейсің. Бірақ осылай аяқтан шалып, бастан қадалып қаласың. Бірақ сынбаймыз енді. Ешкім өлген жоқ, басымыз жарылып, көзіміз соқыр болып өліп бара жатқан жоқпыз. Ары қарай тұрамыз, жұмыс жасаймыз. Просто ең обидное, маңдайындағы сенің терің кеуіп үлгерген жоқ, ал ақшан жоқ болып кетті. Осы әңгіменің ішіндегі ең обидное, сол 24 миллионның ішінде менің клиентімнің бір машинасы бар. Ол менен машина заказ беріп, өзі сатып жүреді де, сол машинаны сата алмай қояды. Маған айтады: Ерасыл, осы машинаны сатып берші дейді. Мен тұрамын: менің Димаш деген досым бар, 1-2 күнде сатып бере сат деп, оның машинасын алып беріп жіберемін. Сонымен машина да жоқ, ақша да жоқ, Димаш та жоқ. Енді маған сол адамға ақшасын қойып беру керекпін. Ол уже мені подозревать етіп бастады. Ерасыл, сен машинамды алып сатып жіберіп, ақшаны алып өзің жұмсап жатсың деп. Мен айтам, осындай жағдай болып жатыр деп түсіндірем, түсінеді. Бірақ енді маған қарызды қойып беру керекпін. Былай айтқан кезде менің машинам жоқ, оның машинасы жоқ, менің ақшам жоқ, оның ақшасы жоқ. Мен еще оған қарызбын. Енді 24-те жеті тоқтамай жұмыс жасап, қарыздан құтылуымыз керек. Димашқа арнап осылай алдап кетті деп рилс салып тастап, Аружан екеуміз жатырмыз ғой, жүрегіміз ауырып. Біздікі адами қасиетке жатпайды ғой, неге салып тастады, ұят қой деп. Но былай негізі оған уже бір 5-6 адам заявление жазып тастаған деді, жазып, оны ЕВС-қа қамап тастады, ол ешқайда қашып кеткен жоқ. Біз әлі жазған жоқпыз заявление. Бүгін ғана осылай салып тастады. 2 күн бойы ровд-да жүрдік қой. Былай қарап тұрсаң, ол ақшаның бәрін алып, мен қатын бала-шағамды аш қалдырып, біз зардап шегіп жатырмыз, бірақ біздің жүрегіміз оған ауырып жатыр да. Қазір аш жатқан шығар, өзін жаман сезініп жатқан шығар деп. Бірақ біз жаман сезініп жатырмыз ба өзімізді? Білмеймін, осы адамгершілік дегенді қалай өшіріп тастауға болады, жан ашуын алып тастауға болады. Жазып жатыр 24 миллион қадалған емес, 24 миллион тапқан адам сияқты мәз болып айтып тұрсың ғой деп. Жігіттер, қыздар, айтайын, мен осыдан 1,5 жыл бұрын жылап болғам. Менің қызым шетінеп кеткен кезде, қызымнан айырылып қалған кезде. Ал қазіргі бұл жағдай, бұл ақша, ақша бәрімізге керек. Ары қарай өмір сүруіміздің мәні сол ақша болып тұр ғой, былай қарап тұрсаңдар. Бірақ ол ақша табылады. Қазір мен базар жоқ қарызға кіріп, косякқа кірген шығармын. 3-4 жыл, 5-6 жыл жұмыс жасап, қарыздарымнан құтылатын шығармын. Бірақ қазір аманмын да, тірімін. Балам қасымда, әйелім қасымда. Ешкімді баламен сынамасын. Жарайды, ақшамен сыналып жатырмыз, ақшаны ертең ана өмірге алып кете алмаймыз. Ақша қалады. Мен ол қазір ақшам кетіп қалды деп жылағаннан да ешқандай пайда жоқ. Қуанғаннан да ешқандай пайда жоқ. Мен қазіргі жағдай осылай болды. Дальше өмір сүріп жатырмын. Қазір барып заявление жазамыз. Ары қарай сот болады, сот ол 1 жыл, 2 жыл созылатын шығар. Бірақ ешкімді Алла баламен денсаулықпен